Біз бәріміз су астында асыл қазына тауып, байып кетіп, ешқашан жұмыс істемеуді армандаймыз. Бірақ қазына әрбір жерде жатады, оны тауып алу қиын. Осындай қазынаға толы жерлердің бірі адам шомылатын сулар. Егер дұрыстап іздейтін болсақ, таңғажайып заттарды тауып алуға болады. Су асты іздеу рәсіміндегі ең үміт артатын құнды заттардың бірі алтын. Мысалы, алтын алқа және білезік. Алтынды суда жоғалтып алу өте оңай, бірақ оны сосын тауып алу қарапайым адам үшін мүмкін емес. Металл іздегішпен байып кетуге болады. Осы сәтте осы адам алтын алқа тауып алған. Қазіргі телефондарды су өткізбейтін етіп жасайды. Сондықтан телефонды су астында тапсаң, онымен әрі қарай қолданмай беруге болады. Телефондарды су өткізбейтін етіп жасағаннан кейін адамдар ол телефондармен суға жиі түсетін болған. Соған тепе-тең жиі жоғалтады. Кейде тіпті қауіпті заттарды да тауып алуға болады. Мысалы, пистолет. Өйткені қылмыс жасағаннан кейін пистолетте құтылу жолының ең оңайы суға лақтыру. Кейде суда бір нәрсені табу үшін сүңгудің қажеті жоқ. Жарағаны аяқ астына қарып қалу. Мысалы, осылаймен керемет су өткізбейтін фотоаппарат тауып алуға болады. Оған қоса ол әлі істейді. Көзілдіріктерді жиі жоғалтады. Оларды жаздың ыстық күнінде тіпті суда жүрсең де шешкің келмейді. Осылайша көзілдіріктер байғұстың басынан шайып кетіп жатады. GoPro камералары әсіресе жиі жоғалады. Өйткені бәрі су астында видео түсіргілері келеді. Бірақ камераны дұрыстап ұстамайды. Осылайша камераны жоғалтып алу өте оңай, ал қайтадан табу өте қиын. Алтын сақиналар үнемі жоғалады, және оларды табу мүмкін емес. Өйткені ол құммен бірлеседі де көзге көрінбейді. Сондықтан өздерің елестетіп көріңіз. Әрбір адам шомылатын жердің астында қаншама сақиналар бар екендігін. Тиындар әрбір адам шомылатын жерде көп. Өкінішке орай тиындар құнды емес, алайда өте сирек даналарын табуға болады. Бұл суда бірнеше 100 жылдар бұрын кім шомылғанын кім білсін. Бір жолы бір жігіт су астынан мылтық тауып алды. Оған қоса мылтық кейстің ішінде болды. Әрине, бұл мылтықты қолдануға болмайды. Оны міндетті түрде полицияға тапсыру керек. Бірақ сіздің эмоцияларыңыз қандай болады, егер сіз су астынан нағыз мылтық тауып алатын болсаңыз? Осымен болды. Лайк басып, менің саяхат YouTube арнама тіркелуді ұмытпа.